Екінші сабақ бойынша мультфильм жасау керекпіз. Ә, бірақ мен бір-екі ғана эпизодын көрсетемін. Дальше өздеріңіз жаңа картинкалар создавать етіп, ютубтан, чатгпден сценарий алып жасайтын боласыздар. Так, бастайық. Примерно көрсетіп өтейін, қандай мультфильм. Қанат жайлы хикая. Бекзат мектепте бара жатып, жолда біреудің әмиянын тауып алады. Әмиян Мынау монтаж капкатта жасалған. Жаңағы текстін қою үшін, одан кейін жаңағы аудионы сол жерге прикреплять ету үшін капкатта жасалынған нелер текстер жазып тұр ғой. ақша мен құжаттар бар. Қасында жүрген досы, ал қой, бәрібір иесі талмайды деп икермелейді Бекзаттың. Переходтар жасалған видеолар, мынау переходтарды көріпсіздер ма? Ана астында тұрған, артында. Болмайды деп икермелейді. Ал Ал қой, бәрібір иесі талмайды деп икермелейді Бекзаттың ойы бөлінеді. Ақша керек. Анама переход көмектесем жасауымда бүйтіп айналып. Соның барлығы капкатта қойылады. Дауыстарды қою, осындай жасайтын боламыз. Яғни бұл жерде 4 программаны қолданамыз. ChatGPT-ді бірінші сабақта қолдандық, Нарекетті қолдандық. Нарекеттен бөлек 11 Love деген жұмыс жасап көреміз қазір дауыс жазу үшін. И Pixverse суретті қозғалту үшін монтажды капкатта жасайтын боламыз. Мына жерде бірінші сіздер өздеріңіздің сабақтарыңыз бойынша сценарий сұрайсыз. Осындай мультфильм жасағым келеді, осындай сабаққа деп, соған идея бер дейсіз. Сол кезде ChatGPT сіздерге идея береді. Сол идея қайсысы ұнайды, сіздер минутын барлығын жазсаңыздар болады. Мысалға, маған осы 1 минуттық мультфильм түсіру керек. Соған менің осындай химия пәніне, немесе физика пәніне, немесе қазақ тілі пәніне осындай маған сценарий жасап беріңіз деп запрос жасайсыз. Содан кейін сізге сценарийлар береді. Сосын сол ұнаған сценарийді жазып, маған осы бойынша енді полный жаңағы уақыт бойынша, секунд бойынша кіріспесі қалай, диалог қалай, солардың барлығын жасап беріңіз деп ChatGPT-ден сұрайсыз. Барлығын, планның барлығын осы жерден сұрап аласыз. Одан кейін, сұрап алғаннан кейін, енді сіздерге картинка жасау керек қой. Соны ChatGPT-ден промптқа жазып, мысалға, бірінші біздің тапсырмамыз осы болады: мектеп дәлізі, балалар үзілісте шулап ойнап жүр деген осындай полностью сұранысты жазып жібереміз. Бізге осындай картинка жасап береді. И осы картинкамызды қозғалтуымыз керек. Ол үшін Pixverse деген сайтқа кіреміз. И қозғалту үшін, тіркелу үшін Google аккаунтты қолданамыз. Google аккаунтқа мына жақта жоғары жағында бізде мына жерде тұрады логин деп, соған кіріп Google аккаунт арқылы кіретін боламыз. И одан кейін фотоларымыз саламыз. Енді қазір біз 2 фото жасайтын боламыз осындай. Соны қалай жасаймыз, соны қалай монтаждаймыз, соны көрсететін боламын. Енді кеттік. Бізде сценарийді сұрамай қояқ, уақыт көп кетеді. Ол сіздердің жаңағы басқа шығармашылық жұмыстарыңыз болады. Жаңағы біз промптты салдық, мектеп дәлізі бойынша. Сол кезде маған осындай картинканы жасап берді. И екінші промпт бойынша маған осындай қыздар жасап берді. Енді маған осы 2 картинканы қозғалтуым керек. Ол үшін мына картинканы скачать етіп аламыз. И одан кейін мына қызды тоже скачать етіп аламыз. Сосын мен айттым, мына 2 суретке, мультикке деп жаздым, арналған текст жазып бер деп. Сосын текст жазып берді. Сосын мен айттым, осынша секунд болу керек деп. Өйткені Pixverse бір фотоны 5 секунд жасайды. Мен айттым, 2 фотоны 10 секундқа маған жаңағы текст, мәтін жазып бер деп. И ол кезде маған осындай мәтін жазып берді. Қоңырау соғылды, балалар дәлізге шығып шаттана ойнап жүр, ал бір бұрышта кішкентай қыз кітаптың орнына телефонға беріліп отыр деген осындай маған текст жазып берді. Енді дальше менде картинкалар бар. Дальше мен Pixverse-қа кіруім керек. Ол бізде осындай сайт. Оны мен басқа жақтан кіріп, регистрация жасап көрсетейін тоже. Осылай кіреміз. Қазір мына жерден шығып кетейін. Менде автоматты түрде кіріп тұр. Так. Логаут. Енді осылай сіздер кіресіздер. Сосын жоғары жағында логин деп тұрады.
сол логинді басасыздар. Или немесе осындай менікі сияқты автомат түрде шығады, соның біреуін таңдайсыздар. Ал логин деп шыққан кезде сіздер мынау также Google'ды таңдайтын боласыздар. Google'ды таңдап күтесіздер, мына жақта екінші терезе шығады. Интернет істемей тұрған мүмкін. Так, күтейік. Одан кейін мына аккаунт таңдаймын. И маған осы сайтты береді. Сіздер мынау бастапқы беті Fix First бастаған кезде Home депті, рабочий немесе Generate Video деп бассаңыздар болады. Generate Video деп жаңағы бағана жасаған біздің видеомыз мына жерде дайын тұр. Енді мен бұған басқадай қазір промпт жазамын. Картинканы қоямын, мына картинкамды саламын. И сосын мына сіздерге беретін промпттардың барлығы YouTube-тың астында жазылып тұратын болады. Мысалға ChatGPT бойынша промпт фото бірге деп не осындай ChatGPT-ге осындай промпт жазасыз деп. Енді Pixfirst сайтымен жұмыс істеп тұр. Соған фото 1 мен фото 2-ге қандай промпт жазасыз, осы жерде жазылып тұр. Міне. Осыны аламыз да жаңағы біздің немізге қоямыз. Мына жерде 50% қана загрузка жасалыпты. Осыны қойғаннан кейін қазір загрузка жасап болғаннан кейін create деген кнопка бізде жанады. Соны басып видео создавать етеміз осы сияқты. 70% болды, күтеміз. Дайын болды. Дайын болған кезде біздің кнопкамыз уже жанып тұр. И соны басамыз. Мына жерде видеомыз дайын болып жатыр. Бұны аудару үшін мышканың оң жағын басып перевести на русский деп басасыздар. Не аударылды. Егер аударылмаса жаңағы повторить попытку деп жасайсыздар. Дайын. Мына жерде барлығы жазылып тұр. Шаблондар берілген, дополнительно өздеріңізге керек нәрселер болса қарасаңыздар болады. Мына қазір жасалынып жатыр, күтейік. Так, осыдан кейін осы екі фотомызды осылай дайындап аламыз. Дайындап алғаннан кейін сіздерге CapCut'қа кіру керек болады. Қазір CapCut'тағы видеоны бөлек жіберетін болам. Немесе егер мынандай текст жазбайтын болсаңыздар мына жерге, онда сіздерге бір жеңіл варианты Canva'да қолдансаңыздар болады. Canva'ға салып жасасақ болады, ол тезірек болады. Canva деп кіресіздер. Войти тоже Google'мен кіресіздер. Продолжить басамыз. И сосын мына жерден алып тастаймыз. И не создавать етесіз. Видео, презентация, соцсеть, қайсыған қандай керек, соны қарап аласыздар. Жасалған дүниелер, видео, мына форматы тұр. Бесплатный жағын таңдап аламыз. Таңдай салайық. Формат бізде 9:16, сондықтан осындай формат бізге болады. И одан кейін мынаның барлығын өшіріп тастасақ болады. 5 секундта тұр тоже. Енді біз жаңағы жасап атқан дүниеміз міне шықты. Соны көрейік қазір. Сағат 4-те видео түсіріп отырмын сіздер үшін. Әлі загрузка болып жатыр. Үстінен бассаңыздар болады, немесе мынамен бассаңыздар болады, или просто өзін бассаңыздар автомат түрде скачать етіледі. Міне. Міне. Вот ойнап жүр. Атысып жүр, сондай дополнительно тағы бірдемелер қойсаңыздар болады.
егер ұнамай қалса осы картинканы қолдана берейік. И сосын осы картинкамды мен қазір загрузкаға кіріп загрузить файл деп загрузканың ішінен мынаны таңдап аламын. И осыны осы жерге қоямын. Установить как фон жасаймын қазір. Так, мынау шықты. Мен жасадым осыны. Енді осының бізге аудиосын жасау керек. Так, мынау бізде бітті. Екінші фотомызға не жасап қояйық? Задание беріп қояйық. Ол бізде мынандай болады. Жаңағы қызымыздың суретін аламыз. Блокнотта осылай тұрады. И осыны осы жерге жазамыз. Бұл сіздерге шағын түсіндіру үшін жасалған дүние, программаны қалай жасалынатынын түсіну үшін. Сосын мынаның ішіне осылай жібереміз. Загрузка жасалған соң күтеміз. Создавать етіліп жатыр. Оған дейін біз аудио жасай берейік. Енді аудио бойынша бізде Eleven Labs бар. Қазір Eleven Labs бойынша тоже айтамын. Бұда былай жасаймыз. Eleven Labs-тың бар ссылкалар барлығы YouTube-та тұратын болады. Мынаны ашамыз. Eleven. Так, и тоже регистрация жасаймыз. Тик. Бізде мынау дайын болған екен уже бұл да. Көрейік. Бұны да скачать етіп алайық. Просто үстінен бастым. Енді бұны тоже канвамызға салып қояйық. Ол үшін мына жерге қосамыз дополнительно. Также загрузить файл деп мына қызымыз тоже осы жерге алып келіп аламыз. Тоже установить как фон ретінде жасаймыз. Потому что формат бізде 9:16, сондықтан бұл осылай тұрады. Енді осыны толықтай көретін болсақ, қалай болады? И одан кейін мынау кетті. Жақсы, енді текст ештеңе жазбайтын болсаңыздар, немесе осы жерге жазып қойсаңыздар да болады тексті. Разница жоқ негіз. Так, енді Eleven Labs бойынша көрейік. Мына жерде нелерді сұрап жатыр, барлығын толтырып, соңында пропускать етесіздер. Оның барлығын жасап отырсақ қазір уақыт кетіп қалады. Енді мынамен кірейік. Менде тіркелген. Кірдік. Енді қараңыздар. Бізде креатив платформа болады. Бұл ағылшын тілінде. Оң жағын басамыз. Перевести на русский дейміз. Сразу аударылады. Одан кейін бізде бірінші керек жаңағы преобразование текста дегенді басамыз. Преобразование текста бізде Рэйчел деп тұрады. Енді осыны біз ауыстыруымыз керегі. Ол үшін не істейміз? Мына жерде тағы да көрсетейін. 11 деп тұр ғой модельді. Модельді басқан кезде мына бірінші 11v3 дегенді таңдайсыздар. 71 тіл бар осы жерде. Соның ішінде қазақ тілі де бар. Осыны таңдайсыздар. Так. Осыны таңдағаннан кейін мына жерде сіздерде тіл болады, қандай не керек, дауыс керек деген сияқты. И жаңағы біздің ChatGPT-дағы немізді қоямыз осы жерге. Так, мынауын алайық. Мынаны қазір тоже салып қоям неге. И оны аламыз да мына жерде
осы жерге қоямыз. Енді қойғаннан кейін біз генерация жасаймыз. 3000 сөзге дейін жасауға болады. Так, енді тыңдаймыз. Балалар дәлізге ағыла шығып, шаттана ойнап жүр. Әр қайсысы балалық қуанышқа толы. Ал бір бұрышта кішкентай қыз кітапты ашып қойып, бірақ назарын телефоннан ажырата алар емес. Я осылай жасайсыздар. Егер тағы да керек болса, онда мына улучшение альфа дегенді басасыздар. Күтеміз. Улучшение альфаны басып, мына жерде ағылшынша. Бұрау соғылды. Балалар дәлізге ағыла шығып, шаттана ойнап жүр. Әр қайсысы балалық. Мына жерде улучшение альфа басып күтеміз. Мына жерде енді андай жаңағы күліп сөйтіп айтады. Не? Балалар дәлізге ағыла шығып, шаттана ойнап жүр. Әр қайсысы балалық қуанышқа толы. Ал бір бұрышта кішкентай қыз кітапты ашып қойып, бірақ назарын телефоннан ажырата алар емес. Еркектің дауысы тұр ғой, соны қызға да ауыстырсаңыздар болады, мынаны сосын скачать етіп аласыздар, автомат түрде скачать етілді. Енді мына жерде голос деген бар. Так, мына жерден қайтадан не істейін? Шығып қайтадан кірейін. Голос аттар тұр ғой. Осы голосқа кіресіздер. Сосын фильтрс деп басасыздар. Фильтрс деп басқан кезде мына жерде қазақ тілін таңдап аласыздар. Егер жаңағы қиындық туып жатса, қазақ тілін таңдап аласыздар. Сосын акценттер тұр, қандай акцент керек екен, әне деп десеңіздер болады. Немесе мынаны қайтадан орысша аударып аласыздар. Акцент қандай, история ма, разговорный ма, категориясы қандай, соны таңдап аласыздар бірінші. И одан кейін жаңағы применить фильтр деп басасыздар. Мужской ма, любой деп тұр. Сізге именно мужской керек болса мужской, женский керек болса женский, соны таңдайсыздар да. Акцент қандай, любой деп тұр, историяны айту, разговорный, персонаж анимация деген сияқты. Соны біреуін таңдайсыздар, сосын применить фильтр деп басасыз. Сол кезде автомат түрде шығады, и соны осы жерге кіресіз, и сізде генерацияны жасайсыз, күтесіз, осындай аудиолар сізде пайда болады. Енді осы видеомызды Соғылды. Балалар дәлізге ағыла шығып, шаттана ойнап жүр. Әр қайсысы балалық қуанышқа толы. Ал бір бұрышта кішкентай қыз кітапты ашып қойып, бірақ назарын телефоннан ажырата алар емес. 6-10 деген секунд алып тастасаңыздар болады. Мынау соны оқып тұр. Жаңа басында мынаны да оқып тұр. Сондықтан мынаны осылай қойып, қайтадан генерация жіберейік. Күтейік. Мына жерде сіздің қанша процент қолдандыңыз, сол шығып тұрады. И мынаны енді қайтадан тыңдайық. Көңіл соғылды. Балалар дәлізге ағыла шығып, шаттана ойнап жүр. Әр қайсысы балалық қуанышқа толы. Қоңырау салды. Балалар дәлізге ағыла шығып, шаттана ойнап жүр. Осы сияқты жасап аласыздар, жаңағы настройкасын жасап, голосын барлығын. И енді бізде соңғы этап, бұл жаңағы біз скачать етіп алған аудиомызды саламыз. Ол үшін загрузка файлы дейміз да. Мына жерде негізі категориялар тұр. Загрузка файлдың ішінде аудио, видео деп тұр, папки деп тұр. Разница жоқ, сразу загруз файл десеңіз, ол автоматически аудиоға түседі. Немесе аудионы бассаңыздар да болады. Сосын загрузить файл, и мына жаңағы аудиомызды саламыз. И одан кейін не істейміз? Одан кейін осы аудиомызды осы жерге қоямыз. Соңында тұрды жаңа. И осыны әкеп мына жерге қоямыз. Так, енді қазір
тартып аламыз. Енді осыны тыңдайық. Мынаны тыңдайық. Балалар дәлізге ағыла шығып, шаттана ойнап жүр. Әр қайсысы балалық қуанышқа толы. Ал бір бұрышта кішкентай қыз кітапты ашып қойып, Мынау жерде кішкене бүйтіп секундын бүйтіп үлкейтіп жүрсе болады. 5-3 деп тұр. 5-3-ті кішкене үлкейтіп жүрсек болады. Мына жерден басып 6 секунд деген сияқты, 7 секунд деген сияқты қойып жүрсек болады. Немесе қазір мынаны жасайық. Жаңа біздің аудиомыз үлкен болып кетіпті. Соған сайын онда немесе мынаны қайтадан копировать етіп мына жерге қоя салайық. Ала саламыз. И мынаны кішкене бүйтіп қысқарта саламыз. Осылай шығады. Көрейік қайтадан. балалар дәлізге ағыла шығып, шаттана ойнап жүр. Әр қайсысы балалық қуанышқа толы. Ал бір бұрышта кішкентай қыз кітапты ашып қойып, бірақ назарын телефондан ажырата алар емес. Осындай. Енді бұл жерге текст жазу керек болса, мына жерге текстті қоямыз. Бұл жерде тексттер таңдап алуға болады. Қандай текст керек сізге? Соны қоясыздар. Қай жағы керек деген сияқты. И одан кейін бір текстті таңдап қойсаңыздар болады. Например, мынандайға. Мынаны жаңа бір атын жазатын болсаңыздар, осы жерге тақырыбын жазып, и одан кейін тексттарыңызды дополнительно осы жерден өздеріңізге ұнайтын шрифт таңдап алып жазуға болады. Жаңа біздің алған текстті осы жерге қойып жаңағы жасауға болады. Немесе текст керек емес болса, онда алып тастайсыздар. Осылай жасауға болады. Бұл канвамен жасалған бір әдіс. Енді екінші, бұл жерде жаңағы элементтер әртүрлі қоюға болады. Іздестер поиск арқылы, картинкалар, солардың барлығын қоюға болады. Так, осымен болды. Қазір отдельно CapCut'та қалай жұмыс жасау керек, соны жіберетін боламын.